34-тесіз, 34-ке неге сүр бойдақ болып жүрсіз? 7 минут сізге уақыт беріледі, өз позицияңыз. Ал енді ақсы. Неге ерте тұрмыс үйленбедіңіз? Отбасын құрмадыңыз. Так, шақырғаныңызға көп рахмет. Негізі айтарым, ерте үйленген адамдар, ерте үйленіп алып, өмірдің рахатын көрмесе, оны ертерек үйленіп алып, мысалы, отбасылы болғаннан кейін әйелдің баланың жаңа мәселеден мәселе болады ғой. Сол мәселемен жүріп, жаңағыдай, мысалы мен қыздарға таң қалам. Ертерек тұрмысқа шығады, жаңағы өзі бір бейшара, бір жігітке махаббат деп, түріне махаббатына тиіп алады да, 1-2 жылдан кейін не болды? Қазіргі не қоғамда? Бізде ажырасу өте мәселе көп. Соның алдын алу үшін адам кішкене жағдайын жасау керек. Мысалы, мен қазір жасым 34-те. Менде қазір өзім кейбір жігіттер сияқты атаның қол астында жүрген жоқпын. Өзімнің жеке баспанам бар. Оны өзіңіз де білесіз, Меруерт ханым, иә? Жеке баспанам бар, жеке бизнесім бар жаңағындай. Енді міне мен әлі ойлаймын, мен әлі 5 жыл жүремін деп ойлаймын. Неге? 40-тан кейін үйлену керек. Өйткені мен жаспын. Мен өмірдің рахатын көруім керекпін. Мен қазір үйленіп алып, бала шаған мәселесімен жүгіріп жүремін ба? Жоқ әлде қыздармен арбаласып жүремін ба? Өзің ойлаңызшы. Жігіт болғаннан кейін адам қыдыру керек, бұл өмірдің рахатын көру керек, мен түсіндірейін дегенім. Ал енді жаңа сіз айтып жатсыз да жаңағыдай, маған қарсы пікір айтып отырсыз ғой. Осында 34 келіп ерте үйленгеннен кейін өмірде біз сол заманда сіз бақытты бола алдыңыздар ма? Сол заманда. Бірақ сіз оны қазір жасырасыз, мен білемін. Біз сол кезде біздің әке-шешеміз кезінде жоқшылықта болған. Жоқшылықтар болды, иә, дұрыс па? Қазір заманға сай нәрселер істерде болмаған. Ата-енесін жаңағындай көңіліне қараймын деп, сіздер іште тыңылып, бір бөлек шықсам екен деген кездерде болған. Қазіргі қыздар қандай? Неге мен үйленбеймін? Қазіргі қыздар наглый қыздар қазір. Мысалы, студент кезінде келеді ауылдан, жаңа әп-әдемі қыздар келеді, клубтарға барады, темекі шегеді, алкоголь ішеді, соны анаған ғашық болдым деп, жаңағындай жыныс қатынаста болып қояды. Сонымен не болды? Бұл енді бұзылған қыз. Оны кім алады? Мен алам ба? Мен сияқты жігіттер ала ма? Есі дұрыс жігіттер. Алмайды, ондай бұзылған қыз не қыламыз? Сондықтан да адам егер мынандай қыздар болса, мен тап қазір үйленер едім. Жаңағыдай баяғы кезеңде отағасы үйге келдіңіз ба деп, жаңа үйге келген кезде бір жақ қыдырам ба, гастроль сапармен кетем ба, шетелге кетіп қалам ба, маған сөз қарсы айтпайтын қыз болу керек жаңағыдай. Болашақ әйелім. Үндемей жаңағыдай бір момын, мен айтпаймын жаңағыдай, прям намазхан демеймін. Бір сондай бір тәртібі сондай болса, иә, қазір ондай қыздар жоқ қой, төстен алып беттен шабады. Сосын мен әрине үйленбей жүрген себебім сол. Ал екінші жағдайын бір кішкене бір жасым болғанда 40-қа дейін кішкене тайрандайық, қыдырайық, жағдайымызды жасайық деген мақсат қой бізде. Енді қарап отырсаңдар, жағдайым жасап алғанмын, Құдайға шүкір. Енді мысалы мен көлікте баяғыда алар едім, жаңағыдай сұрақ болды осының алдында бізде шай ішіп отқан кезде айттыңыз, көліктеріңіз бар ма деп, мына апай да сұрақ қойған болатын. Мен көлікке қызықпайды екенмін. Қызықсам сол баяғыда алатын едім ғой. Көлікке қызықпаймын. Енді маған просто көлік керек екен дедім. Просто менде бар нәрсе ғой деп алатын мақсатым бар. Елде ұқсап мен андай кредитке барып, несиеге алмайды екенмін. Құдайға шүкір, оған жағдайым мүшкіл. Сондай мен сізге айтарым. 4 минут уақытыңыз бар? Уақыт қысқартамыз. 4 минутте уақытым бар. Мен сізге сұрақ қойып қалайын. Жаңа 40 жасқа дейін жүремін дедіңіз, осында қанша жасар қыз алмақшысыз? Әрине ол кезде 18 мен 20 жасар бала, мен 30-ға отырып қалғаныңызда неменеге алам айтшы? Неге? Ол ертең бала туа ала ма? Сізді отырып қалды деп сізге тимей қоймай ма? Еркек адамдар 60-ға туып бала тудырып жатқандар бар. Естіп жатсаңыздар, ондай жаңалықтар да бар. Дұрыс па? Өзіңіз 40-қа ертең күні келіп үйленген кезде, сәйкесінше сізге де байлығыңызға қарап қызығып, қыздар енді дұрыс қой, ондай кезде байлыққа қарап, енді жас қыздар егер мен байлығым болмаса, маған жас қыз қарай ма? Маған тие ма біреу? Тимейді әрине. Ондай кезде жағдайым бармай, өзің бір жағынан жас қыз ұстап отырсың да. Ана 30-дан асқан отырып қалған қыз емес. Жас қыз ұстап отырсың. Жас қыздың бір пайдасы, өзің жас қыздар ұнатасың, екіншіден аман есен бір ұрпағыңды жалғастырады дегендей. Дұрыс па? Енді мен 30-дан асқан қызды алып не қыламын мен оны? Жас қыздар яғни сізге қарайды. Әрине қарайды. Егер мен жағдайым болмаса, ол әр міндетті түрде оған мен ақымақ емеспін ғой. Маған қарамайды ондай қыздар. Сол үшін ғой мен алдын ала осылай жағдайым жасап, бизнес ашқаным осылай жүгіріп жүрген бос емес па? Болашақта ертең мен қартайған кезде мен өзімен жасты бір кемпірді алмаймын ғой. Мен білем сол кезде қандай қыздар қарайтынын. Ал қазіргі қыздар, жаңа наглый деп айттым ғой, қазіргі қыздар адамның мысалы бар ғой, мен түсінбеймін да, қазір естіп алсаңыздар, махрге не сұрайсыз десем, 3 пәтерлі бөлме, бір көлік, ол қайдағы махрге бір есі дұрыс адам сөйтіп сұрай ма? Махрге бір белгі, бір өлшерім, бір жаңағыдай алтында осы имамдардан сұрау керек. Соны айтады, ол саған квартира, міне не істейсің еді? Енді мен жағдай жасап отырмын. Ертең мен жассыз алсам, махрге 3 квартира бөлме десем, міне, пожалуйста, алып беремін. Ол қыз маған тисе. Жақсы емес па? Сондықтан адам жағдайын жасап алу керек. Сондай.
Жақсы, онда келесі этап, бізде қазір бір-бірлеріңізге сұрақтар қоятын боласыздар. Достар, естеріңізге сала кетейін, бізде чатта сауалнаманы толтырыңыздар, ол дебаттың нәтижесіне әсерін тигізетін болады. Біздің қатысушыларды қолдап отырыңыздар. Онда Арнұр мырза, сіз Меруерт ханымға сұрақ қойыңыз, Меруерт ханым сөйлейді екенсіз. Мысалы, мен сізге жаңа айтып кеткенде бір сұрақ қойғым келіп тұр. Осы қыздарымыз келешек тұрмысқа шыққаннан кейін махрге жаңағыдай 3 бөлмелі немесе қымбат квартира сондай сұраған дұрыс па сіздің ойыңызша? Беруші жағдайың болса, ортақ дүниең емес па? Сен бетесің, міне. Жағдай жоқ адамдар бар ғой. Жағдай жоқ адамдар. Жағдайы барлар бетіп айтсын. 3 бөлмелі үй ма? Дұрыс па? Екеуміз тұратын үй деп. Махарың сол деп. Сосын барған екен тойдан кейін 3 бөлмелі үйге бірге бармайсыңдар. Сен ана жаққа тастап кетпейсің ғой оны. Тастап кет. Дүниең болса бер. Бер, ортақ мүдде ғой. Ортақ екеуің ертең рахатын көресіңдер ғой. Бар болса беріңдер, ана жоқты бітіп умаждай беріп керегі жоқ. Еркектің жаманы жоқ негізі. Кез келген еркекке табыс таптыруға болады. Баяғыда апаларымыз айтатын еді да. Ойбу, еркектің жаманы жоқ, еркектің қақпағыңды ашып жауып тұрсын да, қоқырайып тұратын еркегің тұрсын, шатты кіріп тұратын еркегің тұрсын, именіп тұрады, көрші қолаң деп айтатын. Мен ана өзімнің қатар құрбыларымда көбісі ертерек ажырасып кеткен апайларың бар ғой, енді 50-ге келіп қалғанда, балдар өсіп кетті. Жалғыз өзі. Ойбу, қабырғаға секіріп атырық дейді байқұстар. Солар айтады қазір. Жас кезімізде дейді, тайт дейтін жеңгеміз, әпкеміз болмады дейді. Ақмақтықпен ажырасып қалыппыз дейді. Енді жасымыз 50-ге келді дейді. Орта жастағы апамыз, енді бізге қай теңіміз бар. Қабырғаны зеп тырналап атырмыз, ойбай дейді. Сол байқұста да сүйрелеп жүрсе адам болып кететін еді. Сөйтсе бала да өседі екен, дүниеде құралады екен, өмір өзі алып келеді екен ғой өзінің арнасына. Көрдіңіз ба? Сондықтан да ол еркектің жаманы жоқ. Мен ол еркек жаман деп отырған жоқпын. Бұларға тез ақыл кірсе екен деп отырмын да. Жаман емессіңдер, сендер күштісіңдер, мен еркектер жақтым ғой. Жамандамаймын сендер. Бірақ жаңағыдай тентектік жасап, рахатын көріп, қандай рахат ол? Мен саған қарсы сұрақ қояйыншы. Ал, жауап берейін ба? Жауап берші, қандай рахат ол? Қандай рахат? Егер ертерек осы мен 20-25 жасымда үйленіп алсам, үйленіп алды, жігіт болғаннан кейін көзге шөп салу деген бар. Ол міндетті любой сіздің күйеуіңіз болсын, басқа күйеу болсын, любой арамызда ондай нәрсе болады. Қазақтың жігіттер сендер қыдырамайсыңдар ме сендерге айтайын? Жоқ, неге? Мен bunu алдын ала ғой, алдын ала неге мен көзге шөп салмау үшін ертең болашақта мен әйеліме адал бол, 40-тан кейін мен адал боламын ғой енді. Басқа уже көзім басқа жаққа қарамай жас қызды алып алғаннан кейін. Ал егер ертерек 20 жасында тұрмыз, жас қызға қайдан адал болмайсың, сорлау. Өзің 40-қа келсең, 20-дағы қыз алсаң, сен бүйтіп дүрбімен қарап отырасың ол бейшараның артынан. Ішіме кіріп шыққан жоқсыз, біріншіден ішіме кіріп шыққан жоқсыз. Бәрің психология. Алған әйеліңіз сізге изменять етуі мүмкін, себебі ол жас, сіз қартайып қаласыз, Ол кезде мен қадағалаймын ғой, былай. Өзі үйде тәтті нәрсесі көшеде болуы мүмкін ғой. Ал сонда не істейсің? Не істейсің енді? Өзің 40-тасың, 20-дағы үлбіреп тұрған қыз. Ой 2 метр. Мына жағын бәрі жайнап тұр. Енді ол қыз енді менің байлығыма, мен сүйіп қосылған жоқ қой, байлығыма қосылма, ол менің айтқаныммен жүреді. Тіпті мен үйден шығармауға мен правам бар. Сонда оны ақша арқылы ұстап отырасыз ба қызыңызды? Үйдегі тиранға айналасың ғой. Қандай жас қыздар, егер мысалы мен дымым жоқ, қандай қыз қандай мақсатпен тиюі мүмкін маған? Қандай мақсатпен? Онда вариант бар. Жаңағыдай бай алмағанда енді ешқайқа бармай жаңағы тактикадан айырылған амал жоқ. Әйтеуір бір байсыз қалмап, осы бір Арнұр болса да бір жоқ болса бір тиіп алайыншы, арам оймен тиіп алатындар бар ғой. Сондай ғана тимесе, ес-түссіз маған тимеді ондай. Неге солай самооценкаңыз төмен ба сіздің сонда? Жоқ, мен мысалы менде самооценка жоғары, менде жағдай бәрі керемет қой. Вдруг деймін, сондай жағдай жоқ болса маған қандай оймен тиіп? Арнұр, сен онда бит. Менің саған әпкелік ақылым да, назым деші, енді ақыл демей ақ қойшы. Елдің бәрі данышпан осы әйел деп. Данышпан емеспін. Наз айтайыншы, наз. Сен тол 50-ге келесің ғой, сол кезде үйлен. Жоқ, сол кезде бар ғой 50-де. Жаңа айттың ғой маған сөздің арасында айтты да. Ой, әпкеде жас кезіңізде үйлендіңіз, оқу бітіріп алып, бәрі күшті болды, өтірік айтпаңызшы деді. Өтірік айтпаймын. Бізде де ұрыс болды, талас болды. Талай нәрселер болды. Талай өткелдерден өттік. Оны жасырмаймын. Қазір 50-ге келген кезде бар ғой, жаңағы отағасы деп, тамағыңыз дұрыс па? Ұйқыңыз жақсы болды ма? Тәпішкеңіз міне. Ойбай, сенің дауысын шығармайын ба? Деген сондай бір-бірімізді күтетін күшті жағдайға келіп қалдық та. Сол жағдайға келу үшін 50-ге келу керек екен.